Аяудың асханасына қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге ерекше тағам, яғни ханымды мантаваркада емес, духовкада пісіретін боламыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға суымызды, жұмыртқамызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, орташа қаттылау етіп нанымызды илеп аламыз. Қатты болып кетпесін. Осылай нанымызды илеп тоңғанша қалдырамыз. Салмасына ет, пияз, асқабақ, картоп және де іш май қосып жіберсеңіздер де болады. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыштарыңызды салып, үстіне сұйық майларыңызды құйып, болмаса су құйсаңыздар да болады. Кішігірім етіп жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Жаңағы нанымыз тыңғаннан кейін бірнеше бөлікке бөліп, осылай ұнның көмегімен дәл бешбармақтікі секілді нанымызды жайып аламыз. Бір жерлерде бұны ханым деп атайды, бұл тағамды орама нан деп атайды. Біздің үйде бұны орама нан деп атайды. Осылай ортасына сұйық майымызды жағып, қолдың көмегімен барлық шеттеріне біркелкі етіп жағып аламыз. Ортасына осылай салмаларымызды салып, орама нанымызды жақсылап тұрып орап аламыз. Пештің табағына пергамент қағаздарыңызды төсеп, осылай нандарыңызды қойып, бетіне жұмыртқаларыңызды жағып, қалауларыңыз бойынша бетіне мак, күнжіт сеуіп, пештеріңізге сала бересіздер. 180-200 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Біздің мінекей ерекше тағамымыз, духовкадағы орама нанымыз, ханымымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.